Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қарақат тосабын даярлаймыз. Негізі бұл варенье менде қысқа даярланатын вареньелердің ең алдыңғы қатарында тұрады. Өйткені оның денсаулыққа пайдасы өте зор. Қарақат пен қанттың мөлшерін бірге бір етіп аламыз. Яғни 1 кг қарақатқа 1 кг қант аламыз. Қарақатты алдымен тазалап, содан соң жуып аламыз. Оған барлық қантты қосып 2-3 сағатқа қалдырамыз. Бірнеше сағаттан соң қарақаттың аздап суы шыға бастаған уақытта оны қасықпен араластырып аламыз. Содан соң оны баяу отқа газға қоямыз. Қайнату барысында вареньенің асты күйіп кетпес үшін бірнеше рет араластырып отырамыз. Варенье қайнаған уақытта оның көп мөлшердегі су шығады және оның бетіне көбігі шығады. Көбігін қасықпен алып бір ыдысқа құйып алсаңыз болады. Мен бұл жолы көбігін алмадым. Қарақат тосабы қайнағаннан соң 5 минут көлемінде орташа отта газда ұстаймыз. 5 минут қайнатып алған соң газдан аламыз. Одан соң оны 8-10 сағатқа қалдырамыз. Варенье толық суы қажет. Негізінен қарақат вареньесін таңертең жасаған болсаңыз, кешке дейін қалдырсаңыз болады. Ал егер кешке жасаған болсаңыз, таңертеңге дейін қалдырсаңыз болады. Осы уақыт аралығында қарақат жидектеріне варенье сиробы жақсы сіңеді. Содан соң вареньені қайта газға қойып қайнатамыз. Варенье қайнағаннан соң 20 минут көлемінде баяу отта газда ұстаймыз. Негізінен қарақаттың пайдасы өте зор, оның бойында дәрумендер өте көп. Қыстың күні тұмау сияқты вирусты аурулармен ауырған уақытта қолдансаңыз болады. Немесе диарея болып ішіңіз өткен жағдайда қарақатты қара шайға қосып ішсеңіз, ол ішіңіздің өткенін тоқтатады. Вареньені алдын ала стерилизация жүргізген банкаларға құямыз. Мен стерилизацияны духовкада жүргіземін. Ол үшін банкаларды духовкаға сетканың үстіне орналастырамыз. Астына противенге су құйып орналастырамыз. Духовканы 200 градусқа дейін қыздырамыз. Содан соң банкаларды 15 минут көлемінде духовкада ұстаймыз. Өте ыстық банкаларға ыстық вареньені бірден құюға болмайды. Себебі банкалар сынып кетуі мүмкін. Сол үшін духовканың есігін сәл ғана ашып, сәл суытып аламыз. Содан соң біртіндеп отырып шығарып, ыстық вареньені банкаларға құямыз. Банкаға вареньені құярдың алдында қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң банкаларға вареньені толтырып құямыз. Сонда банканың ішінде өте аз мөлшерде ауа қалады да, бұл вареньенің жақсы сақталуына әсер етеді. Банкаларды міндетті түрде алдын ала стерилизация жүргізген қақпақпен жабамыз. Қақпақ стерилизациясы үшін мен 1-2 минут суда қайнатамын. Ыстық банкаларды міндетті түрде төңкеріп, оны одеяломен немесе пледпен толық суығанға дейін орап қоямыз. Осымен біздің өте дәмді әрі өте пайдалы вареньеміз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып даярлаңыздар. Мен өз каналымда тек қана ерекше тағамдардың рецептімен бөлісемін. Сіздер менің каналымнан әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.